Түлкі, тасбақа және кене. Ертеде түлкі, тасбақа және кене дос болыпты. Бір күні олар жерден бір уыс тар тауып алыпты. Үшеуі ақылдаса келе тарыны жерге егіп көбейтіп алып, үшке бөліп аламыз деп шешеді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, құлап кетер, деп жарды сайлап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап тар егеді, ал кене піскен егінді жиып алады. Олар көп тар алады. Олар түлкіні шақырады. Түлкі келіп егінді көріп, тарыны үшеуміз бөлсек қаншадан тиеді? Аз мөлшерде шығатын шығар. Одан да үшеуміз жарысып, кім олса егін соған бұйырсын, деді. Мақұл деп үшеуі қатарласып бір жерге келеді. 1, 2, 3 деп түлкі жүгіре бергенде кене түлкінің аяғына жабысып кетеді. Түлкі барынша жүгіріп мәреке бірінші болып жетеді. Сонда кене: «Әй, мені басып өлтіресің бе?» деді. Сонда түлкі: «Сен қашан жетіп алғансың?» деп сұрайды. Кене: «Сен бағана 1-2-3 дегенде ақ мен келіп қалғанмын», деп жауап береді. Екеуі дауласып жатқанда ентігіп тасбақа келеді. Тасбақа: «Ей түлкі, мен бір бәле көріп келдім. Жаңа маған 2 қара бүркіті және таз иттері бар ат мінген 2 адам келді. Түлкі жолдасыңды тауып бер деп мені қорқытты. Түлкі, мен сен туралы айтқан жоқпын. Енді олар маған сенбей осы жаққа қарай келе жатыр», дейді. Түлкі: «Мен айта көрмеңдер», деп жалынады. Түлкі: «Мына тарыны екеуің тең бөліп алыңдар. Мен сендерге ризамын. Аңшылар мені сұраса, білмейміз қайда кеткеніңдер», деп түлкі қашып кетеді. Сөйтіп тарыны тасбақа мен кене екеуі бөліп алып